Біз бүгін туризмді экономика, социология және экологияның тоғысқан жері ғылыми тұрғыдан қарастырамыз және сараптаймыз. Туризм деген жоқтан бар жасауға болатын индустрия. Осы жолы келген кезде бір гид былай айтады, келесі жолы келген кезде екінші гид басқаша айтады да. Сосын халық сенбей қалады. Мыналар өтірік шеккен ғой, мына елдің адамдары деген сияқты дұрыс емес пікір қалыптасады. Голландиядағы гүлдер фестивалі, немесе жаңағы Германияда Октоберфест, сондай фестивальдарда туристерді өте жақсы тартады. Соны біздің сіз айтқандай аймақтарда ұйымдастыру керек та. Мына Шығыс Қазақстандағы, оңтүстіктегі мына Қызғалдақ фестивалі неге ұйымдастырмақша? Туристерді енді көріп жатырмыз. Туристермен қарым-қатынас жасау, тағы басқа деген нәрселерді енді үйреніп жатырмыз. Қара нәсілді адамдарды енді көріп жатыр көшелі адамдар. Суретке түсетін деңгейден, анау қара нәсілдерді көрсе барып селфи ұстайтын деңгейден асатын неге енді келе жатырмыз. Өйткені біздің адамдар әлі қара нәсілді адамдарды көрмеген ғой көп жерде. Яғни біз әлі доксидің бірінші этапында жүрміз деп осы жерде айтқым келеді. Армысыз көзі қарақты көрермен. Бұл ғылым лайф подкасты. Мұнай бұл таусылатын ресурс. Ал табиғатты сарқылмас қазына деп қарастырсақ, біз сол қазынамызды дұрыс игере алып жүрміз бе? Туризм біз үшін табыс па, ал әлде табиғатты тонау ма? Біз бүгін туризмді экономика, социология және экологияның тоғысқан жері ғылыми тұрғыдан қарастырамыз және сараптаймыз. Бүгінгі студиямыздың қонағы Түркістан қаласында халықаралық туризм және меймандостық университетінің аға оқытушысы, Ұлыбританияның Сюррей университетінің халықаралық туризм менеджменті мамандығы бойынша магистрі және Түркияның Алания қаласындағы Алладин Кейкубат университетінің PhD кандидаты Нұржан Әбдіразақов. Қош келдіңіз. Саламатсыздар ма? Қош көрдік. Нұржан, сіз Алания университетінде қай мамандық бойынша тәлім алып жатсыз және диссертацияңыздың тақырыбы қандай? Халықаралық туризм менеджменті сол магистрда оқыған сол мамандық, тура сондай мамандықта PhD докторантура және диссертациямның тақырыбы digital nomad деген қазір феноменім бар. Туризмдағы бір жаңа бағыттардың бірі деп айтсақ болады. Солардың дестинацияны таңдау критерий деген тақырып. Енді критерий жасау өте қиын тақырып. Енді сонымен жұмыс істеп критерий болғанда кімге критерий жасау? Адам демалулардың алдында жасайтын? Digital номадтардың дестинацияны таңдау критерийлерін анықтау. Дестинация баратын жерін таңдау. Баратын жері қандай факторларға байланысты олар таңдайды. Сол бойынша. Өте тың тақырып деп ойлаймын, иә? Қызықты. Шкаласын жасап шығару, яғни новыйдан шкала жасап шығару кішкене қиындау таңдап қойдық, сонымен қазір жүрген жайымыз бар. Өте жақсы, сізге сәттілік тілейміз. Жаңа енді мұнай деп жатырмыз ғой, мұнайды біз экстрактивті ресурс деп айтамыз, яғни сарқылады. Ал туризм бұл регенеративті, яғни керісінше жаңағы тамырына қан жүгіртетін, кез келген салаға сондай ресурс. Енді біз оған жақсы менеджмент жасап жүрміз бе? Қазіргі жағдайда Қазақстанның туризм менеджментіне қандай баға берер едіңіз эксперт ретінде? Өте жақсы сұрақтан бастадыңыз. Бірден, өйткені кіріспе сұрақтар болады ғой, туризм деген не емес. Бірден ең актуалды сұрақтан бастадыңыз, сол үшін рахмет. Біз Қазақстан ол тақырыпқа әлі келген жоқпыз. Өкінішке орай біздің туризмді басқаратын уәкілетті органдар оны ол этапта емес қазір, туристерді тарту этапында. Яғни сіздің айтып отырғаныңыз sustainability, жаңағы тұрақты туризмді дамыту, ары қарай табиғаттың жаңағы туризмді айтып жатсыз ғой, сарқылмалы емес, регенеративті деп. Яғни біздің табиғи байлығымыз, мәдени байлығымызды, осы күнге дейін сақталып келген мәдени байлығымызды елге пайда келтіре отыра дамытуды біз тұрақты туризм деп, орнықты туризм деп аударып жүр қазірде, sustainable туризм дегенде. Енді бұл тақырып мықты әлемдік державалардың ойланып аққан, сол бойынша ғылыми мақалалар жазып аққан тақырыбы да, ал бізде енді ғалымдардың тарапынан енді зерттеліп, бірақ практикалық тұрғыда әлі онша көп бір іс жасалып жатқан жоқ тақырып. Неге? Біз қазір ең алғашқы жаңағы туристердің санын көбейтумен айналысып жатқан мемлекеттердің біріміз. Сіздер не дейсіздер? Осы Нұржан пікіріне келісе аласыздар ма? Нұржанның пікірімен мен кішкене келісе алмаймын. Өйткені
Иә, дұрыс, көптеген салаларға туристерді тартып жатырмыз. Тартып жатқанмен қазіргі кезде шектен тыс пайдаланылып отырған ресурстар бар. Мысалы үшін Алматы облысындағы Көлсай көлдері білеміз, иә? Ол жердегі біз мысалы үшін отбасымызбен жылда барамыз, жолдасымның ауылы болғасын. Ол жердегі туристердің санын көрсеңіз, я шегі жоқ, я шеті жоқ. Ана жердегі жердің тапталуы, нулы орман жыныстарының арасындағы шөптердің, болмаса өсімдіктердің сиреуі деген сияқты мәселелер. Біз қазір жаңағыдай күтуші позициясында туристерді енді қарсы алып жатқан позицияда отырсақ та, дәл қазіргі кезде жаңағы тұрақты дамуды, қорғап қалуды аса қажет ететін табиғи ресурстарымыз қазірдің өзінде көмекті қажет етеді. Сөзіңіз ауыз осы жерде қосылып өтейін. Мен дұрыс түсінбей қалдыңыз. Біздің туризм қандай этапта деген жоқпын. Туризмді басқарушы, туризмді қазақ туризм ұйымы бар, менеджмент мәселесін айтып жатырмыз. Мәселесінде осы тұрақты туризм деген проблеманы көруіне байланысты несін айтып жатырмын да. Қазіргі этапты. Яғни оны ойлап жаққан халде емес. Қазір туристердің санын барынша тарту, дальше көбейту, мысалға былтыр қайбір жылдар рекордтық көрсеткіш көрсетті туристердің саны. Ішкі туризм бойынша. Ішкі туризм, яғни кіру туризм бойынша. Біз 30 жыл бойы туризмге мән бермей, туризмді приоритетті сала ретінде көрмей келген мемлекеттердің біріміз. Кейін келіп, оның пайдасын енден түсінгеннен кейін, шикізаттан да басқа сала бар екен, индустрия бар екен, ең түсінгеннен кейін, қазір жаңаға туристердің санын, массовый туризмді қолдап санын көбейту дегенмен айналысып жатқан мемлекеттердің біріміз. Сол идеяны айтқым келді да мен. Жақсы. Сол сарқылатын ресурстарға әлі де болса біз көп ақша саламыз. Қазақстанда ол мұнай, соларды игеруге, ал қалпына келетін, одан әрі ақша табатын осындай экономиканың, табиғаттың, экологияның бұндай басым салалары әлі де болса мемлекеттік басым бағыт ретінде қолға алынып, бір үлкен тың жобалар жасалынып жатқан жоқ. Себебі ол біздің ұлттық парктер құрылғанмен, бұл жаңағыдай Көлсай көлінің өзін дұрыс реттемесе, ол халықаралық стандартқа сай, тіпті жаңағы экологияның өзін қорғау бағытында, бізде бұл сала тағы да жаңағыдай овер туризмнің алып келейін деп тұрды, жаппай басып қалады. Оған не инфраструктура дайын емес, не оған жаңағы халықтың жағдайы дайын емес, солай бізде туризм бір дұрыс реттелмей қалайын деп тұрды. Сол үшін бізде бұны егер шынымен де бұл қалпына келетін туризмді қолға аламыз, қалпына келетін ресурсты қолға аламыз десек, бізге осы бағытта мемлекеттің бірінші инвестициясы көбірек керек деп ойлаймын. Ол сыртқыдан бөлек. Себебі сыртқының мақсаты түсінікті ғой. Дүниежүзілік туристік ұйым Алматы облысындағы Саты ауылын әлемдегі ең үздік ауылдардың бірі, яғни туристік дестинация деп таныған. Не үшін? Өйткені ол регенеративті туризмнің бір айқын көрсеткіш мысалы. Өйткені ол жерде ешқандай да мұнай ұңғымасы жоқ, ешқандай табиғи ресурстар жоқ. Бірақ халық өз ауылын таза ұстаудың арқасында, сіз айтпақшы, күніне қаншама мыңдаған туристі қабылдап жатыр. Мынау өте қарапайым, әлеуметтік жағдаймен сол шетелдің қаншама туристін қызықтырып жатыр. Бірақ әлі де бізде Алакөл, Балқаш дейміз, Марқакөл, сол елдердің сол дестинациялардың жағдайы керісінше экстрактивті жаңағы тоқырауға сәл ақшақ қалды. Ол жерде жаңағы демалыс мәдениеті дейміз, туристердің өзін жаңағы демалып кеткен жерін жинамауы деген қарапайым мысалдардан басталады ғой енді. Енді жаңа менеджмент деп айтып қалдық. Біз туризмді жалпы ғылым деп қарастыруымыз керек пе? Туризмнің ғылым ретінде мысалы рөлін қалай бағалайсыз? Басқа салаларға әсері қандай туризмнің? Біз Қазақстан шикізат саласынан басқа не жасай аламыз деген кезде, менің өзімнің жеке субъективті пікірім, біз керемет қылып автомобиль өндірісін дамыта алмаймыз. Немесе басқа да бір салалар. Біздің қолымыздан дәл қазіргі ресурстарымызды пайдаланып отырып жасауға болатын нәрсенің ең біріншісі ол агро сала болатын болса, ата кәсібіміз, мал шаруашылығы болатын болса, екіншісі қолымызда бар жаңағы ресурстарды орнықты түрде пайдаланып отыра дамыта алатынымыз ол туризм саласы. Және ол туризм саласы қалай мультипликативті эффект, ол өте қарапайым. Турист келеді, қыдырады, қонақ үйге барады,
мейрамханадан тамақ ішеді, мейрамханадан тамақ ішкен адам сол мейрамханаға ақша тастап кетеді, ол мейрамхананың адамы кәсіп дамытады, ол жерде официанттар жұмысқа тұрады, жұмыс орны пайда болады, мемлекетке салық төлейді. Қонақ үйде дәл сондай. Ол аэропорттан қонақ үйге жету үшін жолда кім алып келеді? Такси, транспорт, әуе деген сияқты бүкіл саланың бәріне не істейтін болған, оны multiplier effect of tourism деп осыны айтады. Иә, даже экономикалық есептермен есептеп шығарған ғой. Әрбір турист өзінің жүрген жерінде сағатына кем дегенде $17,5 қалдырып кетеді, жаңағы белсенді демалған кезінде. Ол қай мемлекетте әлде жалпы? Жалпы есептелген. Туризмнің ғылым туралысы ретінде де, жалпы менің пікірімше, туризм бұл көптеген ғылымдардың тоғысындағы мультидисциплинарлық ғылым. Өйткені жаңағы басында айтып жатырдық қой, sustainable туризм деген, иә, ол кезде негізінде жаңағы келіп жатқан туристер ағымын есептеу бар ғой, жаңағы бұрын бізде пән болатын симуляционное моделирование деп айтылады, жаңағы ағындарды есептейді, олардың жаңағы тығыздығын есептейді, уақыттарын есептейді да, соған қатысты негізінде шындығына келген кезде жаңағыдай аумақтың туристердің ықпалы, оларды жаңағы қалай бақылау, бағаны соған қарай қалай сайлау деген сияқты, бағаны сайлау деген сияқты көптеген есептерді жасауға болады негізінде. Бұл жерде есептің шеті немесе қиыр жоқ. Өйткені біздер оқыған кезде сол оптимизационный задача деген болды, жаңағыдай оңтайландыру есептері, болмаса жаңағы симуляциялық есептер деген кезде бұрында біздің ағайымыз айтатын, совет үкіметі кезінде жаңағы бағдаршамдар бар емес па, сол бағдаршамдар да есептелген деп, сол сияқты туристер ағымында негізінде сол бағаларды сол ерінбей жаңағыдай есептеп шығаруға болады оның бар. Айсұлу, енді сіз логистиканы да зерттедіңіз ғой, туризм көп саланы байланыстыратын, мысалы локомотив ғылым дегенмен келісесіз бе? Иә, әрине туризммен бірге ол адамдарды басқару логистикасы дамиды. Ол бізде өкінішке орай жүк тасымалы өте қатты дамығанда Қазақстанда, ал адамдардың human logistics деген саласы әлі дамымаған. Ол соның ішінде ол туризм, мынандай апатты жағдай, әртүрлі жағдайдағы адамдарды тасымалдау қалай болады. Бұл өзінше үлкен ғылым. Сондықтан бізде бұл туризм дамитын болса, осы human logistics деген бағыты да адам логистикасы да дамитын еді деп ойлаймын. Себебі бұл үлкен мәселе. Мысалы, жаңағыдай Көлсайға, Түркістанға, осы біздегі туристік аймақтарға, Бурабайға сезон кезінде адамдар ағылады да, бірақ ол потокты бізде ешкім бағалап, қосымша жоқ, рейстер шығарып, мысалы да ондай практикалық шешімдер жасап жүрген жоқ. Себебі бізде ол туризм дейма, оны жаңағы сол саланы адамдар зерттейді, жаңағыдай бізде пәнаралық ғылымды дамытуымыз керек деп ойлаймын. Осы пәнаралық ғылым демекші, енді біз туризмді ғылым деп жатырмыз, оның менеджменті жоқ деп жатырмыз. Енді оның бәрі дамуы үшін туризм саласын мамандарын даярлау керек қой. Ал бізде көп университетте оны география пән жаңағы бітірген оқытушылар енді бұрын берген, әлі де бар. Мысалы, өзіңіз Түркістанда халықаралық туризм және қонақжайлылық университетінде сабақ бересіз. Бұл жаңа дәуірдің бір мамандандырылған орталығы іспеттес. Енді сіз қандай үлес қосып жатсыз? Скопус мақалаларын шығарып жүрсіз бе туризм саласында? Сіздің универде маман дайындаудың ерекшелігі неде, соны айтсаңыз? Менің үлесім неде болса, біріншіден Ұлыбританиядан, Түркиядан, тағы басқа жерден алған білімімізді студенттерге, болашақ туризм менеджерлеріне барынша білгенімізбен бөлісіп жатырмыз. Яғни бұрын Англияда, Америкада жасап кеткен нәрселерді, яғни менеджментті, маркетинг тағы да басқасын теориялық білім тұрғысынан болса да хотя бы таратуға үлесіміз қосып жатырмыз. Бірінші үлес осы. Яғни жалпы кез келген ғылымның рөлі, практикамен арасында рөлі қандай дейтін болсақ, негізі көптеген салаларда мақалалар жариялап жатады ғалымдар, Скопусқа болсын, басқаға болсын. Көбінесе сол ғалымдардың өзінен басқа практикада оқымайды оны. Шыны керек, мойындау керек. Әсіресе туризм сияқты ғылымдарда ғалымдар зерттейді, қанша қонақ үйге адам келіп жатыр, статистика, ана туристің мінез құлқы қандай, анау мынау дейді жариялап жатады. Бірақ
көбінесе ол негізінде в идеале дейді ғой орысша айтқанда, Америка тағы да басқа елдерде практикалық шешім қабылдарда сол ғылыми зерттеулердің нәтижесін қолданады мысалға да. Біз енді Қазақстанда оны қолданып жаққан жоқ екенін біз бәріміз білеміз, бесенеден белгілі. Бірақ біз ең болмағанда былай үлес қоса аламыз да, әлемдік мықты практикаларды, мықты жаңағы туристік шешімдер, менеджменттік шешімдер, маркетингтік шешімдерді задокументировать етіп жатыр ғой ғалымдар әлемдік ағылшын тілінде. Біз сол контентті қазақша документировать ете аламыз. Яғни студенттерге ғалымдардың, зерттеушінің, оқытушының рөлі не дейтін болсақ, сол әлемдік мықты білімді ортасында жаңағы не дейтін еді? Көпір, соны ол енді көбісі ағылшынша білмеуі мүмкін деген сияқты. Біз сияқты оқытушылар сол білімді жасаумен айналыса керек. Яғни шығармашылық деп айтамыз ғой, мұғалімдерді шығармашылық адамдар деп. Нені шығаруымыз керек? Білімді шығарумен айналысуымыз керек. Яғни студенттер дайын болып бару үшін, мықты білімді болып бару үшін, мықты практикалық ғылыми шешімдер қабылдау үшін, жаңағы туризм несіне барған кезде, кәсіп орындарына барған кезде, біз соларды мықты аналитик ретінде, мықты менеджер ретінде дайындап апаруымыз керек. Бірінші жасап жаққан дүниелеріміз осы. Сосын тура осы жерде бір айтып өтсем, очевидный көзге тайға таңба басқандай көрініп тұрған нәрсе бар да. Біз мысалы үшін өзіміз басқа мемлекеттерге барған кезде, Европа елдері болсын, Азия елдері болсын, батыстың елдері болсын, барған кезде біз неге қызығамыз? Мен өзім мысалы үшін әдетте олардың тарихи орталықтарына барғым келеді. Бұрынғы замандағы сарайларын көргім келеді. Өзінің дәстүрін, болмаса жаңағы қандай да бір тарихи оқиға орын алған локацияларға барғым келеді. Бұл жердегі ең қарапайым нәрсе біздің Алматыда. Біз білеміз ғой, біздің эко белсенділер, болмаса қала белсенділері шырылдап жүреді. Ең қарапайым, банальный нәрсе. Мына үйді, мынау дейтін 1800 бірдеңесінің жылғы үй, осыны қиратайын деп жатыр. Осыны алып жаңағыдай ЖК дейді ғой, жаңағыдай үй құрылысы, үй құрылысын жасағалы жатыр дейді да. Мысалы үшін сол құрылыстарды алып да, соларды жаңағы не деп айтады, реконструкция жасап, сол қалпына келтіріп қойса, сол жерден қаншама табыс келер еді. Соны жаңағыдай тұрғын үй кешенін салатын адам керісінше сол жерді реконструкциядан өткізіп туристерге қызықты етіп қоятын болса, оның табысы жаңағы тұрғын үй кешенін сатқаннан да анағұрлым көп болар еді, және ол ұзақ мерзімді табыс көзіне айналар еді деп ойлаймын. Мысалы үшін білесіздер ғой өздеріңіз, мысалы үшін Европа елдеріне барсаңыздар, мен мысалы үшін жақсы көремін. Олардың автобустары бар, автобустары бар. Қаланың көрнекі жерлеріне сізді айналдырып жүргізіп өткізеді да. Егер біз жаңа тарихи ғимараттарымыздың барлығын бұзып тастайтын болсақ, ертең біз туристерге не көрсетеміз? Біз білеміз, Алматы деген ол Қазақстанның тарихи ең үлкен жаңағы мұрасы жинақталған қаласы, бұл Алматы Қазақстан ғана емес, жаңағыдай бүкіл Орта Азия елдерінің ішіндегі үлкен мықты қалалардың бірі. Егер біз осы жердегі тарихи жәдігерлеріміздің барлығын қиратып, тұрғын үй кешендерін салып тастайтын болсақ, ешқандай да құндылығы қалмайды қаланың. Бұл очевидный нәрсе да. Мен бұл ойға неге келдім? Мен өзім Португалияға барған кезде Порту қаласында бір нелері бар екен, мұнаралары бар екен да. Жаңағы мұнара 1000 жыл шамасында үгітіліп тұрған мұнара ғой. Соны әр жерін жаңағыдай бүйтіп желімдеп, мықты техникалық желімдеп, солармен ұстатып қойғанда, ал біздерде келіп жатып, біз жаңағы тарихи ғимараттар бар емес па? Біз бұны жаңағы не деп айтады? Реновация жасаймыз дейді, бұзып тастайды да, шындылармен қаптап жаңағыдай заманауи ұқсатып, жаңағы лов стиль дейді, болмаса заманауи стиль жасап қойды. Дәстүрге сәйкес келмейді ол стильдер. Жоқ, ол стиль заманауи, ол заманауи стильдегі дүние салатын. Жоқ, бұл туризм ғой. Заманауи стильдегі дүниелер салатын жер жетеді ғой. Сол тарихи мұналарды, жәдігерлерді сол күйінде сақтап қоятын болсақ, мен ойлаймын, оның табысы жаңағыдан бірнеше есе көп болатын еді негізі. Бізде туризмге келген кезде, осы уақытқа шейін, осы біз эксперттер бәріміз, ой, анау дамымай жатыр туризм, дамымай жатыр туристер, бүйтпей жатыр, менеджмент жоқ, анау емес. Осы Қазақ туризм компаниясы құрылғалы бері негізінде мойындау керек. Стратегия соңғы 2029 жылға дейінгі қазір туризм стратегиясы ғой бізде.
дамыту концепциясы жақсы шешімдер қабылданып жатыр. Соның нәтижесінде біз былтыр рекордтық көрсеткіштерге ие болдық. Туристердің саны, бұрын соңды болмаған туристердің саны артып, кәдімгі уражай болып жатыр қазір, шыны керек, мойындау керек. Бірақ бұл жерде бір проблема бар. Туристің ағылып жаққан саны тек мына үш примерно кластер аймаққа келіп жатыр да. Сол проблема. Ол Алматы, Астана и оңтүстік Қазақстан, Түркістан облысы. Бұл үлкен проблема. Мен оны перспективалық тұрғыдан бұны проблема көрем. Неге? Біз осы үш қалаға шығын үймелеген сияқты осы қалаларға бүкіл жаңа нені тартып жатырмыз. Туристер болсын, басқасын болсын. Әкесінде жұмыс орнында барлығы осы жерден ашылып жатыр. Бірақ біз өкінішке орай регионды ұмытып кетіп жатырмыз. Менің осы соңғы кездегі көзқарасым туризмдағы туризмді осы жерлерге, туристерді осы жерлерге тартуды тоқтату керек уже. Региондағы дамымай тұрған индустриясы жоқ, экономикасы тұралап тұрған қалаларға туристерді тартуды бастау керек. Мәселен, Орал қаласы, Батыс Қазақстан облысында. Қандай құнды жәдігерлер бар, Европа мен Азия. Анау проспект бар ғой, мен үнемі айтып жүрмін. Ол неге айтып атым, Оралды қазір экономикасы жағынан өте бір нашар региондардың бірі. Мойындау керек, халықтың көбісінде жұмыс жоқ. И сондай региондарға, ол мысалы Ұлытау облысындағы Жезқазған қаласы. Жушқан кесенесі. Негізі туризм деген жоқтан бар жасауға болатын индустрия. Мен сіздерге айтайын. Sana Ұлыбританияда көптеген дестинациялар жоқтан бар жасаған, ойдан шығарылған дестинациялар. Мысалға, Стоунхеджді айтасыз ба? Стоунхеджден бөлек, Лондонның сыртында Warner Brothers Studio бар. Ішінде Harry Potter'дың жаңағы нелерін көресіз. Түсірілгенде қолданған нелері, шапкілері, анау мынау Harry Potter деген адам болған ба өмірде? Жоқ, ол негізі Baker Street 221Б. Енді ол жерде кім тұрған ба ол жерде? Жоқ, ол енді көркем шығарманың бізде көркем шығарма жоқ па? Жоқ, бар. Енді ол сіз оны құнсыздандырып жатқан жоқсыз ба? Жоқ, мен құнсыздандырып жатқан жоқпын. Мен үлгі алу керек деп жатырмын. Жоқ, үлгі алу керек содан. Енді соны айтып жатырмын. Үлгі алу керек. Харри Поттердің жаңағы Шотландияда түсірілген нелер бар, Лок-Несс деген жерлердегі күшті мосттар. Сосын қазір түсіріліп жатқан Game of Thrones'тың әртүрлі локацияда туризм мақсатында түсіріліп жатыр. Жалпы фильм туризм деген өте бір үлкен, мощный, powerful құралдардың бірі болып тұр қазір, мойындау керек. Оған мысал келтіретін болсақ, кезінде Храброе сердце деген фильм Мел Гибсон түсірген кезде Шотландияға ағылған туристердің саны 200%-ке өскен екен. Бірақ бір қызықты жайт, жаңағы фильм Храброе сердце солтүстік Ирландияда түсірілген екен да. Локациясы басқа. Локациясы вообще басқа жерде, бірақ анау история кім туралы? Шотландияның батырлары туралы, Англиямен қалай соғысқан туралы. Кейін Троя фильмі түсірілімінен кейін Түркияның Чанаккале қаласына 73%, ғылыми мақалаларда оқысаңыздар көресіздер, 73%-ға өскен. Кейін Жаңа Зеландия бар ғой. Мен Англияда оқып жүрген кезде профессорым болды, Найджел Морган деген кісі. Сол Жаңа Зеландияның туризмінің зерттеп, жаңағы жілігін шағып, майын ішкен кісі, сол кісі айтып отыратын. 20 жыл, 30 жыл бұрын Веллингтонға барып, аэропорттан түсіп, жаңағы самолеттен шыққан кезде қойдың қиының иісі саситын дейді. Шыққан кезде 30 жыл бұрын. Қазір Жаңа Зеландия әлемдегі magic place, сиқырға толы дестинация деген сондай бір нелерге ие болып отыр, жаңағыдай имиджге ие болып отыр. Ол қалай? Туризмдік маркетингті дұрыс жасау арқылы. Мысалға, Жаңа Зеландия 2002 жылдары осы маркетингтің өзіне $4 миллиард ақша жұмсады. Оның ішінде жаңа фильм туризм акциялар кірді. Ол қандай фильмдер түсірді? Жаңағы бір фильм болды. Властелин колец, Хоббит, тағы бірдеңе деген сияқтыларда
Жаңа Зеландияны андай супер-пупер бір ертегі Енді ол әлемі кинода қылып өзінше индустрия ғой. Ал Иә. негізі мына табиғаттың мүмкіндігін пайдаланып та бір қолдан бір фестивальдар ұйымдастыруға болады, иә. Иә. Голландиядағы гүлдер фестивалі, немесе жаңағы Германияда Октоберфест, сондай фестивальдарда туристерді өте жақсы тартады. Соны біздің сіз айтқандай аймақтарда ұйымдастыру керек сол та. ғой. Мына шығыс Қазақстандағы, оңтүстіктегі мына Қызғалдақ фестивалі неге ұйымдастырмақша? Иә, соны Жоқ, мен соны ойлаймын, бізде бұның бір көрінісі орын алды. Біз білеміз, осы жылы Отпантауда, иә, біз білеміз 13-14 наурызда Маңғыстауда, енді Маңғыстаудың халқы жылда көрісу дәстүрін ұйымдастырады, соны Отпантаудың басында ұйымдастырған. Сол кезде туристерін қосқанда, жергілікті халықты қосқан кезде 30 мың адам барған көруге жаңағы. Бізге еш нәрсені ойлап таппай-ақ, жаңағы өзіміздің болып жатқан қоғамдық үрдістер, болмаса жаңағы Маңғыстаудың халқының салт дәстүрі ерекше ғой. Наурыз кезінде, мысалы үшін, сол жаққа шақырсам, мысалы үшін, Наурыз фест, көрісу фест десе, мен ойлаймын, әлемнен адамдардың ағымы, жаңағы айтқан маркетинг қана жетіспейді ол жерде. Креативтілік, анау Нұрлан Қоянбаев қазір соңғы кезде айтып жүр ғой, біздің экономикамызға жалпы креативтілік жетіспейді. Кез келген бір феноменге креативті түрде қарау. 30 жыл уақыт бойы біз туризмді менсінбей келдік. Перспективті сала ретінде көрмей келдік. Мен осы орайда жаңағы Қазақстанды ненің мысалымен салыстырғым келіп отырды, Танзанияны. Африкада ел бар ғой. 61 жылы Танганика мен Занзибар деген мемлекет тәуелсіздігін алып, бізден 30 жыл бұрын тәуелсіздік алған мемлекет қой. Килиманджаро тауы сол Танзанияның территориясында орналасқан да. Енді Африкадағы ең биік тау, жаңағы леопард, гепардтың бәрі сол жерде, керемет туризм потенциалы бар ел. Тәуелсіздік алғаннан кейін не істейді? Туризм деген сияқты саланы дамытудың орнына жабық экономика саясатын ұстайды. Туризмді мүлдем менсінбейді. Туризмді бір құбыжық ретінде көреді. Туризм деген бұл байларға қызмет ету, сондай бір сала дейді. Дәл сол моментте Алатаудың арғы беті деген сияқты Килиманджароның арғы бетіндегі көкелеріміз, Кения деген мемлекет, туризмді активны дамытып бастайды. Бүкіл туристердің бәрі Кенияға ағылады. Және бір қызық момент бар бұл жерде. Килиманджаро ненің территориясында орналасқан да? Танзанияның территориясында орналасқан тау. Бірақ Кения жақтан көрінеді тау. Бүкіл адамдарды Килиманджароны көруге Кенияға тартады ғой бүкіл туристер. Европалық туристердің барлығын, ағылшынша сөздері бар өздерінің. Tanzania may own the mountain, but Kenya owns the view дейді. Яғни жаңа вид бізде дейді. Сол жерге адамдардың бәрін тартады. Ал сол моментте қанша 20 жыл, 30 жыл уақытын текке жіберіп алады Танзания. Кейін барып ойланады, оппа, бүкіл туристің барлығы Кенияға ағылып жатыр, ақшаның бәрі сол жаққа құйылып жатыр. Сол кезде аузын ашып қалады. Бізде қаншама Килиманджаро бар дейсіз ба? Дәл солай. Бірақ бізде осы уақытқа дейін креативтілік жетіспеді экономикада. Ол кішкене модернизм заманының бір нелері деп ойлаймын, сарқыншақтары, рамкада өмір сүру. Қазір шығып жатырмыз ғой, біз кішкене постмодернизмге өтіп, кішкене бір рамкадан шығып ойлайтын жастар пайда болып жатыр. Мысалға инфлюенсер, туризмдегі блогер Байдастан деген жігіт бар ғой. Қанша миллиондар просмотр жинап жатқаны, қаншама біздің елге туристерді тартып жатыр. Астындағы комментарийден көруге болады. Бізді қандай шығыс Қазақстандағы қанша территориямызды табиғатын әдемі қылып көрсетіп жатыр. Сондай креативті шешімдерді ары қарай жасай беру керек. Қатты негативке де берілуге болмайды. Бірақ миллиардтаған инвестиция күтіп отыруға болмайды. Параллельно бірақ бағанағы орнықты туризм деген идеяны ұмытпау керек. Тартамыз деп ертеңгі күні мына табиғатымыздан да айырылып қалуымыз мүмкін. Сөзіңіз аузыңыздан, Нұржан. Туризмді дамыту, сіз айтқан модернистік бір идеяларды талап етеді ғой. Біз қазір көбінесе көрме ұйымдастырумен, буклет ұйымдастырумен шектеліп қалып жүрген жоқпыз ба деген заңды сауал туындайды. Мысалы қазір
қазіргі туризм бұл алгоритмдердің, мына жасанды интеллект деп жатырмыз, серверлердің соғысы ғой, биг дейта дейміз. Бізде ол дерек жиналмай жатыр. Ал мысалы Венеция, Амстердам сияқты әлемнің, Париж, туристер көп шоғырланатын жерлерде мына овертуризммен күрес, билетті көп сатылып қойса, жаңа дер кезінде тоқтату деген сияқты нәрсенің бәрі мысалы сол туризмді жете зерттеуден туындайды. Мысалы Түркияға баратын болсаңыз, Топкапы сарайына дейік, ол жерден сұрайды, қай елден келдіңіз, анау компьютеріне бірден енгізеді. Ал бізде оны айтпай қояйын, қай қалаларда мысалы мұражайға кірсеңіз сұрайды, әрине. Сол сұрақтың өзіне мен қуанам. Қай елден, қай қаладан келдіңіз, бірақ оны мына қағазға, дәптерге әлі базадан жасамайды. Жасамайды. Енді соған байланысты қандай ұсыныстарыңыз бар енді сіздің мәселен? Мысалы үшін қазір бар ғой, негізінде бұл статистика жүргізіледі, бірақ ол ұялы байланыс операторларының жаңағы вышкалар дейді ғой, солар арқылы жүргізіледі. Билайн, Кселл дейміз. Ол көбінесе қазір жаңағыдай туристерге оптималды бағыттар ұсыну деген сияқты ұсыну бағытында ғана. Бірақ жаңа сіз айтқандай превентивті алдын ала мақсатында қолданылып жатыр, мысалы үшін туристердің ағымын азайту мақсатында деген сияқты мен ақпаратты таппадым. Негізінде оның барлығы да шығарылатын есептер ғой, негізінде жаңағы ақпаратты жинап келіп алгоритмдерге салып, болмаса жаңағыдай қосымшаларын жасап, оның барлығы жүзеге асыратын дүниелер. Тек қана оны ұйымдастыру керек, сосын оны жүзеге асыру керек. Бізде вообще дерек аз ақпарат. Мен сізге айтайын. Біз Түркияда жүрген кезде профессорым үнемі, енді біз Қазақстанның туризм зерттегендіктен үнемі менен деректер сұратады. Енді мен ортада көпір болғаннан кейін сол кездегі біздің ең бірінші жаңағы тап болған мәселеміз деректердің дефициті. Мысалға Статков.kz сайтында бөлек туризм статистикасы деген бөлім бар. Сол жерде деректер бар, бірақ олардың жасалу методологиясына байланысты сұрақтар өте көп. Қарапайым тұрғыда енді біз көбінесе алатын статистика ол қонақ үйлердің саны, толымдылық деңгейі, жаңағы occupancy rate деген сияқты нәрселерді жинаймыз. Туристердің кіруші туристердің саны тағы басқа деген сияқты. Осы жерде мысалы қарапайым деректердің дефицитіне байланысты мынандай проблема бар. Қонақ үйлердің өсімі деген сияқты статистикалық жаңағы деректер бар ғой. Сол жерде деректер кумулятивті түрде жиналған да. Кумулятивті деген жаңағы жыл сайын өсіп отырғанын бүйтіп қосып салған, бірақ қонақ үйлердің бір жылда нешеуі ашылды, оның нешеуі жабылды туралы мүлдем информация жоқ. Сәйкесінше сіз корреляциялық тағы да басқа анализ жасайын десеңіз, ол кумулятивтікке жасай алмайсыз. Ол методологиялық тұрғыдан дұрыс емес деген сияқты. Одан бөлек профессорым маған айтады, Қазақстандағы мейрамханалар қонақ үйлердің рейстерін тауып берші дейді. Яғни мына қонақ үй, ол қанша жұлдызды, оның бастығы кім, ода қанша бір деген сияқты рейстер жоқ. Бір өтірік жасалған бір рейстерді бір сайттардан табуға болады, бірақ мемлекеттің тарапынан қарапайым осындай рейстер жоқ. Бұндай мысалдар өте көп. Яғни деректердің аздығы, туризмдегі деректерге ондай бір немқұрайлы қарау, бұған байланысты бір сұрауларда жібергенбіз. Анау істеліп жатыр, мынау істеліп жатыр дейді. Сосын деректердің дұрыстығына да байланысты кейбір күмәнді мәселелер бар. Мысалға қонақ үйдің қонақ үйдің толымдылық деңгейі деген не бар? Excel файл бар, неде, Статков.kz-де. Толымдылық деңгейі бір жылдың ішінде бір қонақ үйге қанша пайыз бөлмесі толды деген сияқты. Енді әлемде ол 40-50% туризм дамыған мемлекеттерде сондай құрауы мүмкін. Бізде Қазақстанда 30 жыл бойы осы көрсеткіш 24-25%-дан аса алмай отыр. Бүкіл Қазақстанда қонақ үйлерінің орташасын алатын болсақ 24%. Яғни 75% қонақ үй жылда бос тұр дегенді білдіреді. Бірақ тағы бір деректер бар, Excel файл, қонақ үйлердің өсу саны деген жаңа кумулятив тұрған. Қарайтын болсақ, өсім саны 124-224% құрайды. Қонақ үйлердің салынып жатыр да, көп болып ашылып жатыр. Бірақ толуы қаншалықты? Толуы 24% аса алмай жатыр. Осы жерде мен қазақ туризм несіне сол кезде сұрақ қойғам, прямой эфирде. Бұл қайда деп. Сол кезде ол кісі былай жауап берді. Біріншіден, анау деректердің методологиясына байланысты болуы мүмкін деді. Екіншіден, қонақ үйлердің тарапынан информацияны анжаққа беру проблемасы болуы мүмкін деген не айтты. Өйткені көрсеткісі келмеу деген сияқты болуы мүмкін.
немесе шынымен де ол жаңағы біздің маусымдық фактор бар ғой туризмнің, сол болуы да мүмкін. 24% толымдылық деңгейін аса алмай отыр. Осындай бір бізде статистика, деректерге байланысты осындай сұрақтар көп. Бізде әлі де мен ұсынысым мына жасанды интеллект министрлігін құрып жатыр, IT мамандар дайындап жатыр, бірақ оларды бір салааралық дамытса да, осы туризм саласына бір 10 жақсы IT жетер еді негізі. Мықты бір платформа жасаса, әлі Қазақстан туралы жаңағыдай жекелей блогерлер таратпаса, бір орталықтандырылған бір мықты платформа бар деп айтамаймыз. Мысалы, шетелдік Қазақстан деп ішінен туристік объектілерді ашып қарап таңдайтындай ондай платформа жоқ. Соны мысалы бір бізде қаншама ПЦФ үлкен жобалар жасайды, неге солардың бір өнімі жоқ деп ойлаймын да осы бағытта. Айсұлу, мынандай мәселе бар да, ондай жобаларда балалар даже дипломдық жоба аясында да жасайды ол жобаны да. Бірақ ары қарай балалар ізденсе, ұсынса, ол ешкімді қызықтырмайды ол. Ол жайына қалады да, сол жерде жоба болып жасалады, сосын кетеді ары қарай қоқысқа. Оны ары қарай қаржыландыратын бағыт. Қазір мысалы үшін мен ылғи айтамын ғой, жастар мықты, олар ондай үлкен ПЦФ аясында емес, бір дипломдық жоба аясында жазып тастайды балалар. 3-4 бала болып топ болып бірігіп, жаңағыдай реестр деп жатырық, болмаса платформа деп жатырық, жаңағыдай мысалы үшін турфирмалардың да болмаса элементарно қарапайым Алакөлге барайын десеңіз, мысалы үшін біз іздейсіз ғой, жаңа автобус іздесеңіз Алакөлге, Инстаграмда бір парақшасы бар, сосын парақшасынан нөмір тапсаңыз Дәурен ағайға звонда, Абай ағайға звонда деп жаңағы примитивный, оның барлығы жай. Біз регистрация туралы айтып отырық қой, біз орталықтан ақпарат жинап айтып отырық қой, ол тұрмақ жаңағы сервисті ұсынатын кезде, сіз сол баяғы бір 90-шы жылдардың недермен жүрміз біз әлі. Жаңа статистикаға ұсынысым, сол туристік объектілер бар ғой, маңызды Қазақстан бойынша, ол ұлттық парктер, үлкен жаңағы аймақтардағы демалыс орындары, ол мемлекеттің жаңағы маңызды нүктелері. Солар бойынша да дерек қосу керек деп ойлаймын ұлттық бюро статистикасына. Мысалы, одағы туристер саны қанша, жаңағы қай елден келеді, жаңағы сандық әрі әлеуметтік статистика қосу керек деп ойлаймын. Ол туристердің қанағаттану деңгейін айтпағанның өзінде. Бірақ бізде де ол туристік объектілер ондай зерттеуден тысқап жатады. Себебі зерттеушілер ол қаладан шықпайды да, негізі. Ол онлайн опростарын жіберіп қалада жүреді көбі. Ал именно сол объектілерге барып, сол жерге орнатып, сондай бізде бір эмпирикалық далалық зерттеулер, оның ішінде туризм саласында шынында да кеше ақсалып жатыр. Зерттеушілердің рөлі қандай, зерттеу керек деп Айсұлу ханым айтып жатыр ғой. Қарапайым сол жаңағы әлеуметтік зерттеулерді жасайтын осындай аналитиктер ғой негізінде болашақта. Оларды әдіснамасын білмесе, зерттеумен қалай айналысады? Яғни біз осындай нәрселерді жасаумен айналысып жатырмыз. Мына туризмді тек қана адам санымен өлшемейміз ғой. Ең көп адам әкелсек, ол туризміміз дамыды деген сөз емес, өйткені туризмнің кері әсері де бар. Ол адамдардың сапалы әрі мәдениетті демалып кетуі. Мысалы, өз бастарыңыз қандай лайфхактарыңызбен бөлісер едіңіз? Сапалы туризм, сапалы демалысты қамтамасыз ету жолында сіздердің қосып жатқан үлестеріңіз қандай? Мысалы, табиғатты ластамау, сіз бағана айтып кеттіңіз ғой. Мысалы, оны қалпына келтіру үшін қаншама мысалы уақыт керек. Бір ғана мынандай полиэтилен пакетінің шіруі қаншама жыл уақыт алады. Мысалы, осы тұрғыдан келгенде сапалы және мәдениетті, туризм мәдениетін қалыптастыру жолында не істеуіміз қажет деп ойлайсыздар? Мен ойлаймын, жалпы ең алдымен біз өзімізден бастауымыз керек та, әркім өзінен, бала шағасынан, бізде демалуға барған кезде бізде жаңағы кішкентай қалта алып, балаларға артын жинап жүр, өзіңмен бірге алып жүр деген сияқты қарапайым сөзден басталады. Сосын мен тағы бір айтатыным, жаңағы бағаналы бері табиғат аясына баруды айтып жатырмыз ғой. Сосын адамдар көп баратын жерлерге, мысалы үшін арнайы соқпақ жолдар салынса, адамдар оңына солына бұрылмай, сол соқпақ жолдармен жүретін еді да. Сол жаңағы sustainability-дің ең қарапайым алғы шарттарының бірі жасалынатын еді.
медеуге, Арасанға осы соңғы жылдары ғана салынды ғой. Оған дейін ондай соқпақтар болмаған. Сол Ал соқпақтар. аймақтарда ондай жоқ та шығар, тіпті ондай соқпақтар. Тағы да бір мәселе, қорғау мәселесі. Мен оны неден көрдім? Көкшетаудан көрдім. Бұрын білесіз ба, Көкшетауда бар ғой, жұмбақ тас бар, жаңағы ханның тағы деген тас бар, солай ма? Бұрын барған кезде оған адамдар емін-еркін үстіне мініп түсіп жүре беретін. Қазір ол жаққа жаңағыдай Европадағыдай сыртын қоршап, үстіне мінуге болмайды, қолмен ұстауға болмайды деген сияқты нелер жасап қойған, жаңағыдай шектеулер жасап қойғанда мен қуандым. Жаңағыдай қорғаудың алғы шарттары жасалып басталған екен ғой деп. Мен мына нәрсені айтқым келіп отыр, осы нәрсе менің жаныма батады. Өйткені біздер гидтерді айтып жатырмыз, жоқтан бар жасау деп айтып жатырмыз да. Бірақ қанша дегенмен кезде бар затты бар қылып шындығын көрсеткен дұрыс. Біз мысалы үшін Шарын шатқалына барған кезде былтыр гид жас балалар жүрді да, айтып жатыр да, айтып жатқандардың көбісі өтірік. Мен енді жоқ аңыз дегенде де ол шындыққа жанасу керек. Мен неге өтірік деп отырмын? Жолдасым сол жақтікі ғой. Ол айтады, ана жер мынандай еді ғой, мына жер мынандай еді ғой деп, олар жаңағыдай нетіп жоқ, дауласпайды. Ол сөйтіп айтып отырды да бізгеші. Өйтіп қанша майын тамызам, қанша адамдарды привлекать етем дегенмен де өтірік айтудан шаман келсе аулақ болу керек. Ол жерде, сол жерде мысалы үшін гидтар программасын құрған кезде жаңағы жергілікті халықпен ақылдасып да, мынаның шыны қайсы, өтірігі қайсы да, сондай сияқты верификация жасау керек. Ол әрине адамдарды тартқан дұрыс да. Сосын мысалы үшін осы жолы келген кезде бір гид былай айтады, келесі жолы келген кезде екінші гид басқаша айтады да. Сосын халық сенбей қалады. Мыналар өтірікші екен ғой, мына елдің адамдары деген сияқты дұрыс емес пікір қалыптасады. Жалпы осыны айтқым келеді мен. Болмаса мүмкін гидтерді расында да оқыту керек па да, может тренингте жасау керек па? Ол қиын нәрсе емес қой, бір 10-20 фактыны жаттап аласың да, бір шыр айналып жүрген жеріңе да. Жергілікті халықпен верификация жасап, шындықты айту керек шама келсе да. Мен туризм студенттеріне де сабақ бердім ғой, research дизайн сабағынан. Сонда олардан сұрайтын, ағылшын тілін білесіз бе? Олар гид болып жұмыс жасайды екен, соны да тексеріп талап ететін. Әрине ол бағаға әсер етпейді, бірақ ол сіздерге керек. Ертең шетелдік турист келгенде сіз сол локация туралы мүдірмей айтып шығуыңыз керек, аңыз әңгімелеріне дейін. Сол мысалы дұрыс айтасыз, сөзіңіздің жаны бар. Сіз қандай ұсыныс айтар едіңіз? Бізде мынау ішкі туризмді дамыту керек деп ойлаймын. Біз көбіне сырттан тартуды ойлаймыз, бірақ Қазақстанның ішкі туризмде адамдар әлі де болса, мына туризм, демалыс, мәдениеті әлі қалыптаспаған. Әсіресе аймақтарда, тіпті қалалардың өзінде халық демалысты Анталия деп ойлайды. Мысалы, немесе халық демалысты пикникке шығып шашлык тамақ жеу деп ойлайды. Ондай емес қой, демалыстың түр-түрі көп қой, таза ауаға, тауға шығып жүру, одан кейін көбірек жаңағы ішкі аймақтағы ішкі суларға бару, ол Қапшағай, Алакөл тағы бар ғой енді көп. Бірақ халық әлі де болса ішкі байлықты өзіміз бағаламайтын сияқтымыз да. Немесе Қазақстанның ішінде, мысалы Қазақстанның өзінің картасын жасау керек та, ішкі туристер өзі емін-еркін барлық аймақты аралап шығатындай мысалы. Міндетті түрде ол өзіңмен бірге тамақ, ондай емес, мүмкіндігінше табиғи экотуризм дамыту керек деп ойлаймын. Халыққа да көбірек соны айтып. Сосын ал жаңағы аграрлық еліміз деп қалдық қой, сол аграрлық сала бізде дамитын болса, сол агротуризмді дамытуға бізде мүмкіндік көп деп ойлаймын. Егер де сол бидай басына, сосын мына этно ауылдарды дамытып аймақтарда, соған біз экологиялық туризмді ол ішке де сыртқа да қызық болар еді деп ойлаймын. Сол біздің бір үлкен потенциалымыз деп ойлаймын. Осы агротуризммен келсем, өткен біз мысалы Малайзияға барған кезде, бұрын неше жыл бұрын, олардың батик деп жаңағы нені бояйды екен да, жаңағы маталарды бояйды әртүрлі түстермен. Соған барып, елдер жаңағыдай қарайған ақшасын беріп, мәз болып бояп жатады да. Неге мысалы үшін жайлаудың басына апарып, қатықтарын қатырып қояды жайлаудың басындағы жеңгелеріміз, апаларымыз да, сол жерлерге апарып, мысалы үшін неге құрт туризм ұйымдастырмасқа да, мысалы үшін таңертең келіп туристер түседі,
агротуризм, кішкентай қатығын дайындап қойды, құрттарын сығып дайындайды да, кешкісін таудың бәрін тамашалап болғаннан кейін кішкене жаңа дегдіп қатып тұрған құрттарын өздері алып кетеді мәз болып, мысалы үшін да. Өте қарапайым дүниелер ғой негізінде. Креативтер керек. Бізге алыстан ештеңені ойлап табудың қажеті жоқ. Мысалы, мен Әзірбайжан астанасы Бакуге барған кезде кілем мұражайын көріп, енді таңданысымды жасырмадым. Өзі мынандай оралған кілем формасындағы ғимарат салған, және Гейдар Алиев бұрынғы президенттің бастамасын қазір енді келіні жалғастырып жатыр. Енді сол жерде кілем тоқудың миллион түрін қойып қойған, жаңағы қазақ деген жаңа кілем тоқу үлгісін, оның бәрін майын шағып, жілігін шағып, майын ішіп, бәрін жаңағы AI көмегімен көрсетіп қойған. Мынау біздің текемет қой деп қоямын, мынау біздің алаша ғой, неге ол бізде жоқ деген сияқты. Сондықтан да бізде мынау дәстүрлі формада, дәстүрімізді дәріптейтін туризмді қолға алу керек шығар. Мысалы, мынау Доксидің араздық индексі бар, соның жаңағы әртүрлі деңгейінде, бірінші жаңағы эйфория, туристер келеді, оған қуанады, халық та жаңағы пайда таба бастайды, соған жаңағы кейіннен негативті көзқарас қалыптастырады. Енді қалай олайсы, осы мысалы теория тұрғысынан қарастыратын болсақ, біздің Қазақстан осы араздық теориясының индексінің қай кезеңінде тұр, және одан мысалы айналып өтудің қандай да бір жолы бар ма? Біріншіден эйфория деңгейінде. Әлі эйфория, яғни бірінші деңгейде. Біз бірінші деңгейдеміз. Міндетті түрде дестинация осы этаппен ғана өтеді дегенде не жоқ, ол бір ғалымның өзінің теориясы берген. Жаңа екінші деңгейде кішкене не болады дейді, жаңағы немқұрайлы қарау, туристерге формальны қарау. Түркияда сондай ғой көп жағдайда, ол үшінші этапында шығар деп ойлаймын. Түркия жаңағы туристерге ақша көзі ретінде қарау, сондай. Испания енді төртінші деңгейде жаңағы. Туристерді жек көру, кез келген проблеманың дерек көзі ретінде туристерді қарау, турист go home деп айтатын деңгейде. Сондықтан біз олардың тағдырын күйін кешпес үшін, менің ойымша, мынау стратегиямызда туристік маркет ретінде алдағы уақытта кімді тартамыз, сегментация деген нәрсеге көңіл бөлуіміз керек. Жаңа оның алдында айтып жатсыздар ғой, сапалы турист болу үшін кім болу керек, қалай болу керек деп. Менің ойымша, менеджмент тұрғысынан біз алдағы уақытта стратегиямыз жасаған кезде, 2029-дан ары қарай болды, массовый туризмді тарту деген идеологияны тоқтатып, сапалы туристі тарту деген идеяға көшуіміз керек деп ойлаймын. Ұзақ мерзімді перспективада. Сапалы туризм дегеніміз кім? Табиғатты ойлайтын, жергілікті қоғамды сыйлайтын, туризмге жаңағы бір экотуристер көбінесе, және бай туристер. Оның осы критерийлердің бәріне сәйкес келетін адамдарды қалай табамыз енді әлем бойынша? Ол өте қарапайым. Сол дамыған ақшаңыз бар ма? Бар, кіріңіз деген сияқты. Мемлекеттерден адамдарды тарту. Ол өте қарапайым. Мысалға, біздің дамушы елдердің көбісінде тұрмысты сана билеген адамдар өмір сүреді. Ол түсінікті. Ал көбінесе дамып кеткен елдерде экология, глобализация, глобальный потепление деген нәрселерді ойлайды, студенттеріне, оқушыларына эссе жаздырғанда сондай эсселер жаздыратын мемлекеттер бар өзі, Ұлыбритания бірдеңе деген сияқты. Сондай рынокты ғана тарту. Яғни мен өткенде 2019 жылы бір зерттеу жасаған кезімізде Қазақстан не бойынша жаңағы World Economic Forum деген индекс бар. Сол жерде туризмнің дамуы бойынша рейтингте Қазақстан бір жылдары бірінші орында тұрды. Price индекс бойынша. Баға бәсекелестігі индексі бойынша. Ол жақсы нәрсе ма? Баға бойынша. Ол жақсы емес ол. Жаңағы қонақ үйдің қымбаттығы бәрі жама кері болды ғой басында. Парадоксальный нәрсе бар. Наоборот, арзан. Баға бәсекелестігі бойынша әлемдегі ең арзан мемлекет болдық. Яғни бұл не деген сөз, біздегі өнімдердің, туристік өнімдердің барлығы шетелдік турист үшін өте арзан. Бірақ ол парадоксты түрде жергілікті халыққа өте қымбат болып көрінеді. Бұл ненің әсері? Яғни сол жердегі экономика әлсіз дегенді білдіреді. Мысалы, қазір Вьетнамға ағылып жатыр ғой бәрі. Ойбай, Вьетнамда бәрі арзан екен, тамақты 1500 теңгеге ішеді екен, анау-мынау деген. Бірақ ол Вьетнамның экономикасы мықты екен дегенді білдірмейді. Керісінше солардың зарплатасын, жалақы деңгейі аз екенін көрсетеді. Енді осы жерде бір айтатын нәрсе бар. Біз сол Қазақстанның туризмінің жаңағы мен зерттеген кезде статистика 2019 кішкене ескілеу. Сол кезде
бізге келген 70% туристер 91% турист постсоветтік елдерден келген болды. 2019 жылғы деректерді айтып отырмын. Қалған 9% қалған елдер. Оған жаңа Қытайын кіреді, Түркиян кіреді, Европан кіреді, Америка кіреді, басқасы. Біз қалған елдердің үлесін көбейтуіміз керек қой. Енді осы жерде бір қызық нәрсе, жаңағы генерация income дейді ғой, табысты генерациясы бойынша жаңағы келген 91% 70% инкамды құраған болса, 30% жаңағы пайданы какой-то 9% инкам келген, то есть жаңағы адамдар саны жасаған. Ойлаңызшы, 30%. Бұл не дегенді білдіреді? Жаңағы 9% сапалы бай туристер. Біз фокусты тек қана постсоветтік елдер, тағы да басқа елдер емес, болашақта маркетті кеңейтуіміз керек. Мына солтүстік Европа, батыс Европа деген елдерден адамдар тартуымыз керек рынок ретінде деген стратегиялық қадамға келуіміз керек. Яғни сан емес сапа, сан емес сапа, барлық туристерді со жақтан ғана тарту. Ондай мемлекеттерді жасаған стратегиялық шешім қабылдаған елдердің үлгі ретінде біз студенттерге үйретеміз. Ол Бутан деген ел, табиғат супер, анау табиғат, бірақ бару өте қымбат, әдейі істеп саған. Күндік салық төлейсіз. Сол жерге, сол мемлекетке кірген. Сол арқылы іріктеледі ғой. Көбінесе европалықтар тартады, және күніне ақша төлейді. Ойлаңызшы, туристік елге барып отыр дестинацияға, жүргеніңіз үшін әр күніңізге ақша төлейсіз. Сол туристерге де жақсы болуы мүмкін, өйткені басқа бір қабаттасып оққан адамдар жоқ та. Исландия сондай стратегияға көшті қазір. Кезінде массовый туризммен адамдар жинап алды да, бірақ кейін анау экологиясына кішкене зиян келе бастағанын сезгендіктен осындай стратегия көшті. Сосын Испания, Италия дегендер де сондайға көшіп жатыр. Неге ол жаққа бару қиын, визасын алу қиын, тағы басқа самолеті қымбат деген сияқты сондай стратегияға көшіп жатыр. Түркияда осыған ойланып жатыр. Өйткені жаңағы экологиясы құрып жатыр. Жаңағы сіз айтып отқан Доксидің 4-3 қадамына келіп жатыр деген сияқты. Сондықтан мен осы бастан айтып жүрмін біздің менеджментке. Біз сол нәрсені ойлап, туристік маркет, туристік профайл деген нәрсені осы бастан қолға алуымыз керек дейді. Қолға алуымыз керек. Жаздың қамын қыс ойла, қыстың қамын жаз ойла деген сияқты осы бастан дайын болуымыз керек. Оған бір біздің ойлайтын не емес, бұл деңгей емес. Ең бір подкастты бастап жатқанда соны айттым ғой. Ондай деп қарау емес, немқұрайлы қарау емес. Осыған осы бастан бір жауапкершілікпен, үлкен асқан жауапкершілікпен келу керек. Ана жерде бір мәселе бар да. Соны айтайын деп отыр едім да. Бірақ бұл жердегі мәселе сыртқы туристерге ғана қатысты болу керек та. Ішкі халық олар жаңағыда баға дифференциациясын жасау керек. Бұның жақсы үлгісін мен неге барғанда көрдім. Өзбекстанда да бар. Жеті есе көп қой, мысалы басқа елдерден. Өздерінікіне басқа баға туристерге 2-3 есе қымбат баға. Түркістанда ясауи кесенесінде де осы практиканы енгізіп, осы соңғы барғанымызда, бірақ айырмашылық көп емес. Бір мысалы 500 теңге болса, ана кісілерге 1000 теңге деген сияқты. Ол емес, Өзбекстандағы сияқты 7-10 есе қымбат болу керек. Мұражайдан бөлек қонақ үй мәселесі жаңағыдай. Ол мәселеде де жергілікті халықпен сырттан келетін туристердің диверсификациясын жасау керек. Бізде қалай бір баға қойылады барлығына ортақ. Сосын жергілікті халық сен барасың ба, бармайсың ба, оған басын қатырмайды мысалы үшін. Сондай болып кетпеу керек та. Туризмнің дамуы жергілікті халықты кемсітуге әкеліп ұшыратпау керек қой. Бұл жерде мынандай ғой, мемлекеттік ұйымдар жаңағы Қожа Ахмет Яссауи тағы басқа, олар сондай баға дифференциациясын жасай алады да, бірақ көбінесе жеке кәсіппен де өйтіп істей алмайды ғой, көп жағдайда баға дифференциациясын. Бірақ сол жағынан алған кезде сол кәсіпкерлерге, туризмдегі кәсіпкерлерге патриоттылық сезім керек деп ойлаймын. Уже мемлекет контролировать ете алмайды ғой. Сен мынандай баға қой, аналарға мынандай баға қой деп айтай алмайды. Сондықтан олар тек сырттықын қымбаттатса болды ғой. Өз бағасын ұстайды, бірақ сырттықын еселеп қымбаттатса оларға да пайдалы деп ойлаймын. Сол ғой, патриоттылық керек деп ойлаймын оларға. Мысалға, енді оның да бір шектен шығып кететін моменттері бар. Мысалы, Түркияда кейбір мейрамханаларда
екі түрлі меню ұстайды жасырын түрде. Өзбекстанда да сондай екен. Біз жасырын барғанда түрде. бағасыз Бір жағынан дұрыс. прайстері. ол дұрыс қой Бір жағынан дұрыс. Жоқ, Өйткені оны- жергілікті халықтың шама шарқын ойлап тұр ғой. одан Иә, ұялудың Базарда, керегі жоқ, мысалға базарда оларда чаршамба базар, жұма базар бірдеңе деген шығады ғой күн әртүрлі күнде. Туристерге арналған. Туристерге басқа баға айтады саудагерлер. Жергілікті халыққа басқа баға айтады. Өйткені ол екі жақтың несін салыстырып тұр. Қалтасын тексеріп тұр. Бір жағынан ол дұрыс, патриоттылық бір жағынан ол нәрсе. Бізде ол нәрсе енді келеді деп ойлаймын. Өйткені біз бірінші жаңа Доксүйдің несіндеміз ғой әлі қадамында. Туристерді енді көріп жатырмыз. Туристермен қарым-қатынас жасау, тағы басқа деген нәрселерді енді үйреніп жатырмыз. Қара нәсілді адамдарды енді көріп жатыр көшеде адамдар. Суретке түсетін деңгейден, анау қара нәсілдерді көрсе барып селфи ұстайтын деңгейден асатын неге енді келе жатырмыз. Өйткені біздің адамдар әлі қара нәсілді адамдарды көрмеген ғой көп жерде. Яғни біз әлі Доксүйдің бірінші этапында жүрміз деп осы жерде айтқым келді. Енді мынау жаңа фильм туризм туралы айтып кеттіңіз. Туризм түрлері көп қой, енді экотуризм, медициналық туризм деп жатамыз. Фильм туризм негізі көп тартады адамды. Сіз келтіріп кеткен мысалдарда, мен өзім жеке тәжірибемнен айтатын болсам, 2011 жыл Италияға сапар шеккенімізде, мысалы, ол жерге бәрі Римге барады, Венецияға барады, ал мен жаңа маршруттың бәрін Верона қаласына бұрдым. Оған негізгі себеп мен бір жыл бұрын көрген фильм еді. Яғни «Письма к Джульетте» деген бір қарапайым американдық фильмнен көріп, мен Ромео мен Джульеттаның аңызы бар, Джульеттаның тұрған үйі бар, мен соған баруым керек деп бардым. Ал Шотландияда мысалы оқыған кезімде американдық және шотландиялық копродукция «Друг невесты» деген фильмнен кейін мен сол түсірілген жаңағы сарайға барғым келді. Соны суретке түсу, жаңағы inspiration деп айтам, соны сезіну атмосфераны. Енді ол қалай ойлайсыздар? Мүмкін осыны Қазақстанда дамытқан дұрыс шығар. Одан бөлек мәселен фильм туризмнен басқа дарк туризм өте қатты дамыған Қазақстанда. Ол Алжир, Карлаг деген сияқты орындарға бару. Енді қай түрін, медициналық па, қай түрін, экотуризмге қай түрін дамытсақ біз ұтамыз деп ойлайсыз? Диверсификация керек бұл жерде. Мына түрі деп шектеліп қалуға болмайды. Енді біздің Қазақ туризм министрліктің несі, фокусы ол экотуризм мен культурный, мәдени туризм болып отыр. Бірақ альтернативті туризм түрлері, ол жаңа айтып отқан дарк туризм, фильм туризмді альтернативті түрде дамыта беру керек. Ішкі туристер үшін болсын, сыртқы туристер үшін бәрібір. Мысалға, қазір мен осы жерде бір фильм туризмге байланысты ескертпелерім бар. Қазір түсіріліп жатқан көп фильмдер, құдайға шүкір, көп түсіріліп жатыр қазір. Қазір фильм индустриясы Қазақстанда, сериал индустриясы қарқынды дамып жатыр. Кинопоиск сайтын көрсеңіз, кинотеатрға барсаң, қазір Қазақстанның фильмдерінен көп нәрсе жоқ. Бұрын ондай болмаған нәрсе еді ғой. Бірақ бір минус, бүкіл кинолардың барлығы екі қалада түсіріледі. Алматыда түсіріледі локация, Астанада түсіріледі. Бағанағы региондағы туризм дамыту керек дедік қой. Сондықтан бізде басқа региондарда кино түсіруді, сол жердегі әдемі жерлерді көрсетуді, осы фильммейкерлерге бір құлақтарына алтын сырға дамытуды бастау керек. Оның бәрі фильмнің бюджетіне кеп тіреледі. Бізде бюджетті демпингмен түсіріп, ақырында сол екі қалада бір локацияда түсіретін кино. Ыңғайлы болған үшін істейді. Бірақ мәдениет министрлігі тарапынан стратегиялық тапсырыс беру деген нәрселер бар ғой. Сол қадамдар жасалу керек та. Жаңа дамымай жатқан региондарға экономиканың бір мощный бір ақшалып келетін саласы ретінде осы туризмді түсініп, біріншіден приоритет беріп, фильм туризм болсын, басқа болсын жасауды бастау керек региондарда. Кезінде анау Нұртас Адамбай Тараз деген фильм түсірді. Тағы бір әртүрлі бір точный түсірді. Бірақ қалды да көбінесе. Ол білмейді көп адам. Мысалы, Аманай мен Заманай деген тарихи кино бар ғой. Мысалы, Сарқан маңындағы Жоңғар Алатауының бөктерінде түсіріліпті. Оны мысалы көп адам білмейді. Сол сияқты ол кинолардың көпшілігі ол Қазақстан үшін қызықта, ол әлемдік нарыққа маркетинг керек та, ол сондықтан. Мысалы, көшпенділер түсірді, бірақ ішкі маркетинг жақсы жүрді да, сыртқы маркетинг жүрмеді. Сол көшпенділердің локациясын бәрін пайдаланып, қаншама турист тартуға болар еді мысалы. Ол жақсы, бірақ тұлғалық кинолар керек. Түркістан деген кино, Әл-Фараби деген, мысалы да, Абай деген аймақтарда
да. Сонда мәдениет министрлігі сондайларды қолға алып, соның локациясын әлемге танытса, мысалы, мен ойлаймын, бұл да бізге фильм туризм дамыту үшін ұсынатын өнім керек қой ең алдымен. Мәдениет және ақпарат министрлігінің құлағына алтын сырға біздің Әл-Фараби сияқты тарихи тұлғаларымызға жеке сериал немесе әлемдік деңгейдегі масштабты кинокартина қажет. Осылайша барын бағалап, әлемдік қымбат туристерді тартып отырған Нұржан айтпақшы, бірден бір мемлекет ол орталық Азиядағы Өзбекстан. Ол Самарқандты алыңыз, жаңағы Самарқаннан жақында имам Бұхариға арнаған үлкен мешіт кешен ашты. Немесе әлемдегі бірінші Гиннестер рекордтар кітабына енген ислам орталығын ашты. Ислам орталығы, одан кейін фильм түсірген жоқ па Netflixте қазір? Соның барлығы ол барынан жаңағы индустрия жасап, барынан сала жасап, жаңағы туризммен үлкен ақша тауып отырған ел ғой. Нақ пайдасын көріп отыр. Наманганда, Ташкентте осы мамырда гүлдер фестиваль болады екен. Оған әлемнен келеді екен адамдар, жаңа Голландияда. Бізде бар Сарқан маңында мысалы Риверс алмасының сорты бойынша үлкен халықаралық фестиваль бар, бірақ олардың бәрі жаңа локальды деңгейде қалып қойып жатыр. Алманың, қызғалдақты дәріптеу жетіспейді, бар дүниеге дәріптеу жетіспейді. Нұржан айтқандай маркетингі жетіспейді, жететін жеріне жетпей жататын, сол мәселе отыр ғой. Соңғы түсіріліп жатқан фильмдер негізі жақсы фильмдер көп бізде Қазақстанда, бірақ көбінесе біз жаңағы СНГ маркетімен шектеліп қалып жатырмыз да. Мысалға, олардың қарапайым түрде сол түсірілген фильмдерге сапалы субтитр қосып жіберсе, қаншама біз қазір ашық интернет заманында өмір сүріп жатырмыз ғой. ютубқа қойса да. Мысалға, мен Түркиядағы түріктер көп айтады да, біз Қазақстанның фильмін көргіміз келеді, бірақ түркше алты yazı дейді, жаңағы субтитрлері жоқ, ағылшынша субтитрі жоқ. Олар біздің орысша мен қазақшаны түсінбейді көп жағдайда. Сол сияқты қарапайым қадамдар ғой, бұл қарапайым қадамдар да, мысалға. Сосын ішкі туристерге деп немқұрайлықпен қарауға да болмайды. Бірінші ішкі туристерді қыдыруына, елді Қазақстанның ішінде демалуына стимуляция жасасақ, ол біздің ішкі туризмімізде ақша айналымының жаңаға пайда болуына әсер етеді. Қазақтар құдалыққа барумен ғана шектеліп қалады да, басқа қалаға. Яғни құдасының үйіне барып жатады, ол жерде мейрамханаға, қонақ үйге ақша тастамайды ғой. Театрға бармайды мысалы. Сосын мысалға Америкада, мысалға біз неге Американың қалаларын жақсы білеміз? Лос-Анджелес, Нью-Йорк, бірдеңе, штат, Даллас, бірдеңе, бүкіл штаттардың бәрін Даллас сериалынан білеміз ғой кезінде 90-шы жылдар. Холливудтың киноларынан білеміз. Біздің миымызға қанша ғасырлар бойы кез келген киносының эпизодында міндетті түрде бір эпизод басталып жатқан кезде қаланың атын бастайды. Штат бірдеңе деп. Жаңа сіз айтып отырсыз, біздің локацияларда түсіреді, бірақ ол қай локация екенін көрсетпейді. Бізде қарапайым осындай креативті шешімдер жетіспейді. Сосын тек қана бізде 17 қала не емес қой. Бізде қанша моноқалалар бар. Дарк туризмге болсын, не болсын, ол жаңағы Арал қаласы, Балқаш қаласы, Қаратау қаласы, Кентау қаласы, Жаңатас қаласы, Шалқар қаласы, тағы бірдеңе Қазалы қаласы, бірдеңе әртүрлі, бізде 86-90-ға жуық сондай моноқалалар бар. Сол қалаларда да кино түсіруге болады ғой, неге шектеліп қалу керек 17 облысқа. Енді түсіріп жатыр ғой қазіргі режиссерлер. Түсіру керек, сосын ағылшын тілді субтитр немесе ағылшын тілді дубляжға, сол қазір бар фильмдерді жасауға сондай өте ұсақ, бірақ креативті шешімдер жетіспейді. Өте дұрыс. Енді сіз жаңа айтып жатсыз ғой, бізде халық басқа қалаға тек қана той құдалыққа шақырса ғана барып жатады деп, Мысалы Қазақстанда сіз бармаған қандай облыс қалалар бар? Солтүстік Қазақстан облысындағы Петропавл қаласы, Қостанай қаласы, Батыс Қазақстаннан Атырау, Шығыс Қазақстаннан Семей мен Өскемен, қалған қалалардың барлығында болдым. Мен де барлық дерлік қалаларда болдым. Мен мысалы өз алдыма мынандай мақсат қоям, биыл жаздан қалмай мен Қатон-Қарағай, Шығыс Қазақстан, сол Марқакөлді араласам деймін. Өйткені ол біз Шығыс Қазақстан жауһар ғой, біз көрмеген, яғни қадіріне жетпеген жерлер. Әрине географиялық алшақтық бар, басқа бар. Өскемен қаласынан соны жаңағы ішкі туризммен айналысатын компаниялар бар, сол жерден алып кетеді. Енді қаншалықты қымбат болса да, енді соған шетелге шыққанша сол ішкі
туризмімізді дамытайық деп барайын деп жатырмын. Енді сіздер осы подкастты пайдалана отырып сөз беріңіздерші, сіз ішкі туризмді Қазақстан Республикасының азаматы ретінде дамыту үшін қай жерге барасыз биылдан қалмай? Мынау жақсы бір сұрақ, бір не болды, бұйымтай дейміз ба? Бұл шығыс Қазақстанның табиғаты біздің жәдігеріміз деп ойлаймын. Қатонқарағай, Тарбағатай жерлері әлі барып көрген жоқпын. Қанша ойда жүр, бір көлікпен бару керек па, енді жоспарлы түрде бару керек о жаққа. Өте бір, енді Құдай қаласа биыл баруға тырысамыз. Бірақ жаңа айтып жатырмыз ғой, туристер тарту, шетел. Мен ойлаймын, именно Қатонқарағай, Тарбағатай жерлері біздің бір алтын қазынамыз, о жерлерге туристер бармай-ақ қойса екен деп тілейтін жерлер. Қызғанып жатырсыз. Сондай деңгейдегі жерлер деп ойлаймын. Әзірге біздің халықтың өзі сол жерлерді барып көрсе, өйткені ол жерді андай бүлдіріп тастауға қимайтын, pure дейді ғой ағылшынша. Сондай жерлер деп ойлаймын. Сарқылып қалмайтындай, чтобы да. Бірақ бір жағынан қаншама мынау адамның үйінің шарбағынан, ауласынан алтынның сандық қазынасын тауып алғандай, бірақ оны пайдаланбай ол просто жатса да кішкене обидно да. Сондай жерлер ғой, ақша тартуға болатын жерлер да, мысалға Жаңа Зеландия қолданып жатқан жерлер. Ақша айтқан жауһар демекші, ол кейін бала-шағамызға, ұрпағымызға не қалдырамыз дегенде мәселе бар. Дәл қазіргі кезде біз білеміз ғой, экоактивистер бүкіл жандарын салып, шырылдап, күйіп пісіп, көкжайлауды қорғап жатыр мысалы үшін да. Біз оның бәрін қазір пайдаланып тастайық, қазір қызығын көріп тастайық, қазір ақшасын тауып тастайық деп пайдаланып тастасақ, ертеңгі біз ұрпағымызға, бала-шағамызға не бетімізбен қараймыз? Маңғыстау облысындағы Бозжырада сондай мысалға жатады. Керемет жер, барып көруді ұсынам. Мен де барып көрдім, табиғаттың сондай бір сұлу кейпі, сондай жер. Бірақ оны да жаңағыдай мүмкіндігінше қорғау керек жерлерді, әйтпесе оның басына қонақ үй бәрін салып, жаңағыдай жалпы халықтың бір таптап кететін жеріне жасауға болады. Ондай болмайды деп ойлаймын мен де. Қонақ үй болған жерде жаңағы қалдық су болады, ол экологиясы бұзылады. Осы жерде бірдеңе айтып өтейінші. Флора мен фаунасы бұзылады. Бір оқиға есіме түсіп отыр. Мен Түркиядағы профессор атаммен осы Түркияда оқып жүрген кезде, сол бірінші курстардың кезінде Түркістанға конференцияға келуіміз керек болды ғылыми. Мен өзім сол жақтан сол кісімен бірге ұшып келу керек болдым Түркістанға. Ол кісі сол Түркістандағы университетте, Қожа Ахмет Яссауи университетінде 10-15 жыл бұрын жұмыс істеген екен. Туризмнің профессоры болып жұмыс істеген. 15 жылдан кейін қайтадан бара жатыр да. Түркістанның жанданып кеткеннен кейін, туризм дестинация ретінде дамып кеткеннен кейін бара жатыр. Сөйтіп бірге бардық, аэропорттан түстік, Түркістанды уже көрсетіп жатыр. Эксперимент дейсіз. Кәдімгі сұмдық дамып кеткен, нелер инфраструктура салынып тастаған, енді өзгеріп кеткен. Енді аузы ашып таң қалды сол кезде Түркістанға. Бірақ ол кісі бір ескерту айтты. Мынау бір жағынан дұрыс емес деген сияқты ескертпесін айтты да. Неге десем, ол кісі былай айтты, мынау Қожа Ахмет Яссауи бұрын 15 жыл бұрын біз осы жерде зерттеу жасап жүрген кезде, мынау Қожа Ахмет Яссауи ғана қала жақтан келе жатқан кезде, ана Яссауи мавзолейдің бір величиясы көрініп тұратын дейді. Бір аурасы адамды басып тұратын, алыстан бастап, анау жақтан бастап көрген кезде, анау тұнып тұрған тарих, үлкен бір сондай кесене, сондай басып тұратын дейді. Қазір қарасам, уже көптеген соған ұқсас нелерді салып тастаған ғой, жан-жағына керуен сарай анау солардың бір ретінде бір не дейтін еді жаңағы, бір инфраструктура ретінде солармен не істеп қалыпты дейді. Бір сливация етіп сондай болып қалған. Сондай жағынан дұрыс емес, кішкене өзінің субъективті пікірін айтып жатыр. Енді оған да қосылатын жайы бар. Мынау Біріккен ұлттар ұйымының несі бар ғой, ЮНЕСКО-ның сақталатын шарттары бойынша негізінде ондай алыстан бір белгілі бір радиусы бар екен, чтобы не істемеу үшін, басқа бір экологиялық зияны бірдеңе істемеу үшін. Стандарттарды сақтау керек қой. Енді осындай бір қызықты нәрселер. Енді сіз екеуміз онда жаңағы осы жаз маусымында дейміз бе, Шығыс Қазақстанды аралаймыз деп шештік. Айсұлу, сіз Бозжыраға барамын деп отырсыз. Сіз енді қай жерге барасыз енді? Бізде де Шығыс Қазақстанды жоспарлап отырмыз, бірақ жалпы мен түсінгенім сол Қазақстанның мына кең даласын мүмкіндік болса көлікпен, отбасымен бір аралап шыққанға не жетсін деген арман. Үй көлікпен, Иә, көлікті үй жасап, сонымен жаңағы
тоқтайтын жерлерін жаңағыдай жоспарлап сөйтіп бүкіл қазақ даласын негізі аралап шыққанға не жетсін. Иә, Құдай қаласа. Сондай жоспар. Мен өзім неше жылдан бері Алматы облысын аралап тауса алмай жүрмін әлі, өйткені тау шатқалында неше түрлі әсем жерлер көп. Иә, неше түрлі тарихи кинолар түсірген жерлер көп, мысалы үшін да. Соларды тауса алмай жүрмін. Түркістанға жете алмай жүрмін. Мен әлі енді ең жақындағы болашақта ең бірінші барғым келетін жер, мысалы үшін мен Шымкент қаласы, Түркістан мысалы. Отырар бар, иә. Сол бағыттарға барсам. Солай үлес қосамын дейсіз ғой. Иә. Жоқ, біз енді жалпы ішкі туризмді өте қатты қолдаушылардың біріміз. Біз сырттан бұрын, иә, ішкі туризмнің бір носы бар. Носы деген кезде сыртпен салыстырған кезде неге екенін білмеймін, біздің туризмді жаңағы айтып жатыр ғой, диверсификация жасау керек баған деп та. Өте қымбатқа шығады. Сосын сапасы деген сапа деген сын көтермейді, сәйкессіздік. Қызық болды, біз Бурабайға барған кезде, біз Бурабайға барған жақсы көреміз да, енді керемет қой, жаңағы күн суық болса да көлдер жып-жылы, жаңағы 80 көл, жаңағы сал сері аталарымыз жырлап кеткен керемет жерлер ғой, мысалы үшін Көкшетау мысалы үшін да, сол жаққа барамыз, сол жақта жаңағыдай мысалы джип сафари болады деді да. Содан джип сафари деп жаңағы бағасы деген енді масқара, енді аспанда ұшып тұр, мініп алдық жаңағы. Сөйтсек, баяғы 90-шы жылдардан қалған уазиктер бар емес па? Жаңағыдай деген, жаңағыдай жоқ, таблеттік емес, анандай 4 бұрышты уазиктер бар еді, жүрген кезде басың сана төбесіне. Иә, жаңа папаларымыз мінетін еді, жаңа жұмысқа жаңағыдай жаңа контор береді. Сол уазиктер соны джиптеп қойған. Жаңа дөңгелегінің бәрі не жаңағыдай. Дөңгелегінің барлық несі кетіп қалған жаңағы. Не деп айтады, протекторның барлығы кетіп қалған, желініп та, содан жаңаға мінгізіп алып деген жаңағы дейтін ойлы қырлармен секіріп ұшып келе жатыр мысалы үшін да. Соны зәреміз жоқ, әйтеуір түсіп қалғаннан кейін жолдасым айтады, өй, айтпадыңдар ма мынандай уазик екенін? Мен ауылдан Иманбек ағаның уазигін сұрап алып, сендерді қайықпен айналдырып келеді дедім ғой дейді да. Сол сияқты джип сафари деп қояды да, ол оған сәйкес емес ескі уазиктер да, ол жаңағы сапа неге келмей жатады, сапасын көтермей жатады. Монополистер ғой. Бәсекелестік жоқ. Алдын ала жоспарлау керек. Ол мысалы әр демалысты соны бір жыл алдын соны жоспарламаса, ол аяқ асты отбасылар шығып кете алмайды ешқайда. Сондықтан мысалы қаржылай қандай жоспар құрасыз, мысалы өз тәжірибеңізбен бөліссеңіз. Мысалы жазға демалатын болсақ, оның қаржысын күзден бастап жейміз. Аздан біз де солай істейміз. Аздан бүйтіп салып отырамыз. Сосын мысалы мамырдың демалыстары ма, ол баратын жеріңді сол күзде жоспарлап қоймасаң барамайсың о жаққа. Немесе жазға да жоспарларды солай алдын ала жоспарға енгізіп, немесе жаз шықса көлге барам дегенде емес, алдын ала сол ішкі сыртқы барлық туризмді жоспарлау керек. Біз көп отбасыларға сол жоспарлау жетіспейді ау деп ойлаймын. Себебі жазда ешқайда шығамадық, не деп айтып жатады. Ол үшін тойға уақыт бар. Иә, бірақ қаржы да бар. Сонымен туризм бұл жаңа мұнай ма? Егер біз оған тек қана пайданың көзі ретінде қарасақ, ол болашақта сарқылып таусылады. Ал егер біз оған ғылым тұрғысынан қарайтын болсақ, экономикалық, экологиялық және әлеуметтану балансын теңшей алсақ, ол Қазақстан үшін алдағы 100 жылда сарқылмас алтынға айналуы ықтимал. Ғылым лайф подкастының көрермені ретінде бізге лүпіл басып комментарий қалдырыңыз, бізбен бірге болыңыздар, аман сау болыңыздар.